Зейнетақы навигатора бизнес FM-де. Қайырлы күн, құрметті бизнес FM әуе толқынының тыңдармандары және YouTube арнасының көрермендері. Бұл бізде зейнетақы навигатор деген бағдарлама. Бүгін студиямызға қонаққа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы директоры, Астана қаласы филиалының директоры Мұрат Тұрсынұлы Шәріпов мырзаны шақырып отырмыз. Мұрат, студиямызға қош келдіңіз. Бүгін енді құрметті тыңдарман қауым, көрермен қауым, біз салымшылардың жинақтарын қай жерге және қалай инвестициялауға болады, жалпы халықтың жүйеге деген сенімі сияқты бірқатар маңызды мәселелер талқылайтын болатынбыз. Енді әңгімемізді мынадан бастасақ, Мұрат мырза, демографиялық өзгерістер жайлы сөз қоссақ, жалпы енді мына жасырын емес, соңғы жылдары Қазақстанда ғана емес, жалпы әлемде туу көрсеткішінің төмендеуі деген сияқты тенденция жүріп жатыр. Одан кейін халықтың қартаюы деген сияқты осындай мәселелер жүйеге қалай әсер етіп жатыр? Рахмет, осындай күрделі сұрақтарды бүгін көтеріп отырғаныңызға. Зейнетақымен қамсыздандыру деген ол Қазақстанда да бүкіл әлемде де ең өзекті әлеуметтік мәселенің бірі. Әсіресе бұл жаңа өзіңіз айтқандай халықтың қартаюы мен бала туу деңгейінің өзгерістер туралы жаһандық демографиялық құбылыстарға байланысты үлкен өзгерістер болашақта күтіліп отыр. Сондықтан болжам бойынша 2050 жылы Қазақстанның халқының саны 26,5 миллион адамға жетеді. Сондықтан кейін одан ары баяулай бастауы мүмкін. Енді халықтың сол межеге жеткеннен кейін баяулай бастайды. Халықтың санының өсу себептерінің 66% бұл қазіргі күндегі демографиялық жағдай, осы жылдар бойы қалыптасқан. Ал 34% бұл бала туу деңгейінің жоғары болуы және өмір сүру ұзақтылығының арту. Соңғы кезде өзіңіз байқап жүрген шығарсыздар, қарт азаматтарымыздың саны көбейіп келе жатыр. Осылайша халық саны бірте-бірте өсе береді, бірақ бұның зейнетақы жүйесіндегі құрылымы өзгеріп отырады. Өйткені жаңа қартаю процесі жүріп жатыр. Сондықтан мына статистика көрсеткіштеріне сүйенсек, жоғарыдан қартаю деген және төменден қартаю деген бар. Жоғарыдан қартаю дегеніміз бұл өмір сүру ұзақтығы артып келеді күннен күнге. Сондықтан қазіргі кездегі 65 жастан асқан азаматтардың үлесі 9% болса, ол 2050 жылы 13%-ға дейін өседі деген осындай болжам бар. Ал төменнен қартаю дегеніміз бұл урбанизация және әйелдердің экономикаға көбірек қатысуы, отбасына деген көзқарастың өзгеруіне байланысты туу коэффициенті де өзгереді деген болжам бар. Отбасына деген көзқарастың өзгеру деген қалай түсінсек? Бұл дегенде қазіргі кезде статистика бойынша мысалы бір отбасында 3 бала дүниеге келетін болса, болашақта ол 2 балаға дейін қысқарады. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының болжамы. Бұл өзгерістердің бәрі зейнетақы жүйесінің құрылымына әсерін тигізеді. Осы салдарынан, осындай өзгерістер салдарынан, мысалы қарт азаматтардың саны көбейеді. Енді зейнетақы жүйесіне түсетін салмақтың ең негізгі көрсеткіші ол қолдау коэффициенті. Бұл дегеніміз жаңағы қызмет атқаратын азаматтар мен зейнеткерлердің салыстырмалы түрде болжам. Сол кезде мысалы қазіргі кезде егер бір зейнеткерге 5 адам қызмет атқаратын болса, ол азаматтар жаңағы салық ретінде және де басқа төлемдер ретінде болашақ біздің зейнеткерлерге зейнетақы қалыптастырады. Ал кейіннен 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 1,5 есеге төмендейді. Сондықтан жұмыс істейтін азаматтардың саны күрт төмендейді. Бұл болашақта қариялардың қатарын көбейтеді. Сондықтан ол көрсеткіш және де мына зейнетақыға төлеміне жұмсалатын қаражатты көбейтеді. Салық деңгейіне өзінің ықпалдарын тигізеді. Сондықтан мына бюджеттен зейнетақыға төленетін жүктеме көбейе бастайды. Бұл кезде қазіргі Қазақстан елінде және бүкіл дүние жүзінде көптеген қадамдар жасалып жатыр. Жинақтаушы зейнетақы жүйеге көшу осы проблемаларды шешудің бір баламалы жол деп
білуге болады. Жаңа айтып отырсыз ғой, бюджеттен жүйеге төленетін жаңа жүктеме деп ше, пайыздық мөлшерлемеде айта аламыз ба бүгінгі күні бюджетке қаншалықты салмақ түсіп жатыр? Қазіргі күнде міне 2,5 миллионнан астам зейнеткерлер бар, соның ішінде 2 миллионға жуығы бюджеттен зейнетақы алып отырады. Бұл кезіндегі кеңес өкіметі кезіндегі зейнетақы жүйесінде қалыптасқан. Ал болашақта біз біртіндеп жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшіп келе жатырмыз. Қазір бүгінгі кезде Қазақстанда ынтымақтық жаңағы мемлекеттен төленетін зейнетақы бар, және зейнетақы жүйесінен төленетін зейнетақы бар. Ол туралы кейінірек ары қарай жалғастыратын боламыз. Жинақтаушы модель деп отырсыз ғой, енді осының маңызы жайлы айта кетсеңіз. Қазақстан осы модельді енгізу арқылы не ұтты? Қазіргі кезде енді жаһандық зейнетақы активтер жөніндегі халықаралық талдамаларға сүйенсек, бүгінгі кезде мына жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ықпалы өсіп келе жатыр. Сондықтан егер бүкіл дүние жүзі бойынша қарастыратын болсақ, бүкіл осы жинақтаушы жүйесінде қалыптасқан активтердің үлесі 59%-ды құрады. Бұл дегеніміз жылдан жылға көптеген мемлекеттер осы жаңағы үлестіруші немесе ынтымақтық зейнетақы дейді ғой, бюджеттен беріледі. Содан жинақтаушы жүйеге көшіп жатыр. Өйткені жаңағы айтып кеткен мәселелер бойынша бұл бюджетке ауыртпашылықты азайту және де жаңағы қызмет атқарып жатқан азаматтардың азаюына байланысты бұл тенденция дүние жүзі бойынша өзгеріс келе жатыр. Бұл өзгерістер Қазақстанға да міне соңғы кездерде ықпалын тигізіп жатыр деп айтуға болады. Ал Европа елдерінде бұл ертерек басталған құбылыс. Ал енді қазіргі кездегі мына ақпарат бойынша көптеген елдерде ынтымақтық жаңағы жүйе қызмет атқарып жатқан елдердің көбі өздерінің зейнетақы саясаттарын өзгертіп жатыр. Бұл дегеніміз мына 67 ел зейнетақы жасының шегін көтерді бүгінгі күнге дейін. 69 ел зейнетақы мөлшерін есептеу жолдарын өзгертіп азайтып жатыр зейнетақыларын. Сондықтан мысалы 83 ел жарна мөлшерлемесін ұлғайтты. Бұның бәрі жаңағы өкіметке, бюджетке түсіп жатқан ауыртпашылықты, соны оңтайлау немесе ыңғайластыру деген жағдай. Ал енді параметрлік реформалар өткізіліп жатыр. Бұл тоқтамайды, зейнетақы жүйесінде әрдайым өзгерістер жүріп жатады. Сол кезде сапалық тұрғыдан егер қандай да енді зейнеткерлерді әрқашанда зейнетақымен қамтамасыз ету керек, өйткені қарт азаматтар, ол кісілер қызмет атқара алмайды көбінесе. Сондықтан қазіргі кезде жинақтаушы зейнетақы жүйесі ары қарай қарқынды дамиды деген ойламыз. Бұл дегеніміз әр азамат өзінің болашақ зейнетақысын өзі жинақтай алады, керекті қалпында. Және бұл қаражат инвестицияланып, ол жинақтаған ақша өсіп отырады. Бұл енді азаматқа тиімді жағы. Ал мемлекетке, экономикаға толық былай тиімді жағдайын қарастыратын болсақ, бұл қалыптасқан қаражаттар, бұл деген жиналған қаражат жаңағы нарықты дамытуға да өзінің үлесін қосады. Өйткені бұл азаматтарымыздың жинақталған қаражаты басқа да бір секторларға мысалы инвестицияланып азаматқа пайда береді, ал экономикаға даму әрекеттерін ықпалын тигізіп сондай әсер етеді. Сондықтан болашақта әр азамат өзінің зейнетақысын жинайды, және де азаматтың жауапкершілік күшейе бастайды. Бұл жерде мемлекет өз жағынан қалыптастыруға көмектеседі зейнетақыны, азамат өз жағынан жаңағы әсерін тигізіп уақытылы төлеп, осының түскен қаражатын қадағалап отырады, және де болашақ зейнеткер болған кезде тиісті өзінің жинағына, өзінің жоспарлаған жоспарына байланысты зейнетақы алуға мүмкіндік болады. Мұрат мырза, жаңа айттыңыз ғой, бірқатар елдер зейнет жасының шегін көтеріп жатыр деп. Енді біз үшін де бұл маңызды мәселелердің бірі. Әрине бізде де халықтың арасында осындай сұрақ туындауы мүмкін. Бізде мәселен болашақта зейнет жасының шегі көтерілуі мүмкін бе? Бізде ертеректе бұл жоба жоспар бойынша көтерілген. Қазіргі кезде әйел азаматшалар мысалы
61 жаста зейнеткерлікке шығады, ер азаматтар 63 жаста. 2028 жылдан бастап жылына 6 айға көбейіп отырады. Сонымен болашақта әйел азаматшалардың да жастары 63 жасқа дейін жақындайды. Бірақ енді бұл кейбір елдердегі сияқты күрделі нетпейді, былай жыл сайын жарты жылға өзгеріп отырады. Бір жылда ер азаматтардікі сол 63-те болып қалады. Теңеседі яғни. Сондай мәліметтер бар. Ал аудан ары қарай өзгерістер болады деген ешқандай жаңалықтар жоқ деп айтуға болады. Қазірге болжам жоқ. Ал мынау жарна мөлшерлемесіне келетін болсақ, бізде алдағы уақытта өсуі мүмкін бе? Енді бұл сұрақ әрине көп жылдан бері қарастырылып келе жатыр. Қазақстан елінде де өзгерістер болып жатыр, өздеріңізге білгелі. Қазіргі күнде азаматтарымыз өздерінің жалақысынан, табысынан 10% төлеп отырады. Мемлекет қиын жұмыста зиянды жұмыстарда қызмет атқаратын азаматтарға сол жұмыс беруші зиянды қызмет атқаратын мекемелер өздерінің қызметкерлеріне қосымша 5% аударып отырады. Және де мына 1975 жылдан кейінгі туған азаматтарға өздеріңіз білесіздер, жұмыс берушінің төлемі қосылды. Бұл әрекеттің де бәрі жаңағы болашақ азаматтарымыздың зейнетақысының жеткіліктігіне ықпал ету үшін енгізілді. Бұл дегеніміз қазір 1,5% болып енгізілген, бүгінгі күнде 2,5% төлеп отырады, болашақта 5%-ға шейін өседі. Бұл неге 1975 жылдан бастап туған азаматтарға есептеледі деген ой туады әрине. Бұл дегеніміз, мысалы 1975 жылға дейінгі азаматтардың кеңес өкіметінде қызмет атқарған еңбек өтілі бар. Ол еңбек өтілі үшін мемлекет тарапынан зейнетақы төленеді. Сондықтан болашақта осындай жоспарлар бар. Біздің қазір келе жатқан жастарымыз енді неше жылдан бері, міне 30 жылға жақын уақыт болып қалды зейнетақы жүйесінің, жинақтаушы зейнетақы жүйесінің істеп жатқанына. Соған енді қарқынды қатысып, әр азамат өзінің болашақ зейнетақысын өзі жоспарлауға мүмкіндіктер бар. Соны қордың ең басты жұмысы соны атқарып, соны халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және осыдан біраз уақыт бұрын неғұрлым жоғары жалақы алған азаматтар соғұрлым көбірек жарна аударады деген әңгіме тараған болатын. Осыған қатысты сіздің? Енді ол бір жағынан дұрыс ұғым. Кімде қанша жалақы, кімде қандай табыс, сондай жалақы заң бойынша жұмыс беруші төлеп отыру керек. Бұл жерде кейбір азаматтарымыз табыс көбірек тапса да, оны ең төменгі минималдық көрсеткіште төлеп жатқан азаматтарымыз бар. Бұл енді әр азаматтың өзінің шешімі, бірақ болашақта әрине ол кісінің зейнетақысы төмен болады деген сөз. Ал ең көп төлеудің де шегі бар, заңмен белгіленген. Сондықтан бұны егер жалдамалы жұмыста болса, жұмыс беруші төлеп отырады. Егер өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған азаматтар, бұлар жаңағы кәсіпкер ретінде тіркеліп, өздерінің жұмысын заңдастырып, зейнетақы жүйесіне қаражат төлеп отырған жөн болады. Өйткені бұл еңбек өтілі де және зейнетақы төлемі болып саналады. Бұл өте маңызды бағыт. Өйткені қазіргі кезде мысалы кәсіпкерлік жұмыспен айналысып, жеткілікті зейнетақы жинақтарын жинамай жүрген азаматтарымыз да бар. Түсінікті. Енді мына әлем елдерінің жүйелерімен салыстырсақ, біздің жүйенің артықшылығы қандай, кемшілігі қандай деген сияқты, жалпы сарапшылар қандай пікір айтып жатыр біздің жүйеге қатысты? Енді менің ойымша Қазақстан 1998 жылы уақытылы осы жинақтаушы зейнетақы жүйесін енгізді деген ойдамын. Өйткені бұл деген бір өте үлкен қадам. Қазіргі кезде көптеген біздің азаматтарымыз осы зейнетақы жүйесіне үйреніп, мысалы
қаражаттарын жинап жатыр. Кейбір азаматтарымыз өзінің жинақтаған қаражаттарын қолданып та үлгеріп жатыр. Бүгінгі күнде біраз азаматтарымыз зейнетақы қорынан жақсы зейнетақы алып отыр. Ол кезіндегі қызмет атқарып қаражат жинаған азаматтарымыз. Қазақстанның зейнетақы жүйесі әрдайым халықаралық рейтинг арқылы бағаланып отырады. Бүгінгі күнде дүние жүзінде Мерсер CFA деген компания бар, және де Альянс зейнетақы индексі бағалап, қай мемлекетте қандай жағдай болып жатыр, соның бәрін бағалап отырады. Бүгінгі күндегі нәтижесі бойынша, мысалы 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның зейнетақы жүйесі 24 орында. Бұл енді көрсеткіш өте маңызды, өйткені жаңағы халықаралық сарапшылар мына зейнетақы жүйесінің лайықтылығын, тұрақтылығын, тұтастығын бәрін бағалап отырады. Бұны бағалау үшін 50-ден астам көрсеткіштерден тұрады. Бұл мысалы халыққа қалай қызмет атқарылады, халық өзінің қаражаты туралы, өзінің зейнетақы жүйесі туралы біледі ме, жоспарлау мүмкіндіктері бар ма, қаншалықты жаңағы төлем өтеу қиын, оңай, түсінікті, түсініксіз, соның бәрін зерттеп, және де мына дүниежүзілік банк, халықаралық еңбек ұйымдарының бәрі бүкіл елдерді қарап, анализ жүргізіп отырады, зерттеу жүргізіп отырады. Сол зерттеуде жазылған ақпаратты қолдана отырып, осындай рейтинг белгілейді. Және де Альянс жаңағы зейнетақы индекс бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы жүйесі 26 орында. 71 елдің ішінде 26 орынға орналасты. Бұған дейін қандай орында еді? Енді бұл жүйелерге біз соңғы болғанда 23 жылдан бастап кірдік. Сол кіре сала біз жаңағы осындай 60-70 елдің ішінде ортасында орналасып отырмыз. Бұл үлкен және жақсы нәтижелі баға деп айтуға болады. Енді ол халықаралық сарапшылардың кеңестері бойынша Қазақстанның зейнетақы жүйесінің мысалы азаматтарымыздың жинақтарының жеткіліктілігін арттыру керек. Бұл дегеніміз жаңа айтып кеттім ғой, кейбір азаматтарымыз бар, жақсы қаражат алса да толық пайдасын, толық табысынан қаражат жинамайды. Ертең сол жинақтары жеткіліксіз болып қалуы мүмкін зейнеткерлік жасқа келген кезде. Және де бұл жинақтарды қалай көбейту мүмкіндіктері бар. Сол жағына көңіл бөліңіздер деген кеңес айтып жатыр. Ал егер де толық жаңағы зейнетақы жүйесін қалыптастырған кезде біз жаңағы орташа деңгейде қызмет атқарып жатқанымызды көрсетеді. Сондықтан біз жаңағы халықаралық талаптарға сай жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді сол әрине азаматтардың болашақ зейнетақысын көтеруге бәріміз үлес қосуымыз керек. Бұл жерде жаңағы мемлекеттік органдарда, қордың қызметі де және халықтың түсінігі де ары қарай даму керек, түсіндіру жұмыстарын ары қарай атқара беруді ұлғайту керек деген нәрсе. Жүйеге қатысушылардың ауқымын көбейтуіміз керек деп отырсыз. Ол үшін енді не істеуіміз керек? Өздеріңізге білесіз ғой, енді мына карантин кезінде мысалы көптеген азаматтар зейнетақы жүйесіне қатыспағандықтары туралы түсінікті болды. Өйткені жаңағы қызмет тоқтап, азаматтар жұмыссыз қалған кезде кімде зейнетақы жүйесінде төлемдер бар, жаңағы сол азаматтарға мемлекет тарапынан қаражат бөлінді. Сол кезде сол қаражатты алу үшін кейбір азаматтар сол мезгілде зейнетақы жарналарын төлеген болатын. Сол кезде белгілі болды көптеген азаматтарымыздың зейнетақы жүйесіне қатыспай жүргеніне. Ал енді бұл туралы, зейнетақы жүйесі туралы ол өте күрделі жаңағы бағыт деп айттық қой, күрделі мәселе. Сондықтан Қазақстан сарапшылары да әрдайым осы бағытты
қадағалап өздерінің ойларын білдіріп отырады. Соңғы кездерде мысалы мына жинақтаушы зейнетақы жүйелерінің ары қарай даму жолдарын енгізген біздің белгілі сарапшыларымыз Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев деген сияқты және тағы да басқа сарапшылар тобының ұсыныстары түскен. Бұл азаматтар зейнетақы жарналарын толық әрі тұрақты төлеуді қамтамасыз ету үшін халықты ынталандыру мақсатында халықаралық тәжірибеде міндетті зейнетақы жарналарының мысалы бірлесіп қаржыландыру жүйесін ұсынған. Бұл дегеніміз жаңағы енді қазіргі кезде қалып қалған азаматтарымыз бар ғой, көп. Мынау мысалы 30 жылдың ішінде жинамай қалған, 30 жылдың ішінде аз жинаған азаматтарымыз бар. Солардың болашақта зейнеткерлері жеткілікті болу үшін бір мемлекет тарапынан да көмек болса деген ұсыныстар енгізіліп жатыр. Бұндай зейнетақы жарналарын бірлесіп қаржыландыру тәжірибесі Германияда, Малайзияда, Түркия сияқты елдерде енгізілген, қызмет атқарып жатыр. Ал Қазақстанда бұндай да тәжірибе бар. Бұл мысалы зейнетақы жүйесіне қатысып қаражат жинап, зейнетақы деп тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысып жатқан азаматтар, мысалы тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін ол азаматтарға мемлекеттен сыйақы төленіп отырады. Мысалы білімін жетілдіруге азаматтар қаражат жинағанда мемлекет тарапынан сыйақы төленіп отырады. Және де мысалы мына бала күтімінде отырған әйелдерге 1,5 жыл бойы ол азаматшалар жұмыс жасамайды ғой. Сол кезде жаңа мемлекет тарапынан зейнетақы төлемдері өтеліп отырады. Осындай мүмкіндік енгізсе деген ой қазір қарастырылып жатыр. Оның енді нәтижесін кейін шешім қабылданғаннан кейін хабарлайтын боламыз. Ал бүкіл дүние жүзі бойынша ақпаратқа сүйенсек, бұл басқа дамыған елдерде осындай бөліп қаржыландыру мақсатына жеке ішкі өнімнің 1,5%-ға дейінгі қаражатты бөлінеді екен. Сондықтан бұл болашақ зейнеткерлерімізді қолдауға мүмкіндік береді. Әсіресе бұл қадам жаңағы жалдамалы жұмыс емес, өзін-өзі қызметпен қамтаған жаңа кіші кәсіпкерлерді, сол азаматтарды қолдауға мүмкіндік береді. Бұл кезде мысалы егер азамат уақытылы, тұрақты жаңағы жарнасын төлеп отырса, мысалы мемлекет тарапынан немесе осындай бір қолдау, қаржылық қолдау болса, сол кезде азаматтың жаңағы өзінің жауапкершілігі ұлғаяды, өзінің болашақ зейнетақысына деген көзқарасы өзгеріп, алдын ала жоспарлауды бастайды. Сол кезде бұл азамат қартайған кезде ертең өзінің жинақтаған қаражатын алып өмір сүруге мүмкіндік болады деген ойдамыз. Рахмет, Мұрат мырза, біраз мәселені қамтыдық деп ойлаймын. Дегенмен тыңдармандардың, немесе көрермендердің тарапынан қосымша сұрақтар болып жатса, қай жаққа хабарласуына болады? Рахмет. Енді сұрақтар түсіп жатса, әрдайым ENPF.kz сайтында біздің өзіміздің ресми бұқаралық қызметкерлермен істейтін мамандарымыз бар. Сол қызметкерлер әрдайым сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Және де біз бүкіл әлеуметтік желілерде де қолданып, азаматтарымыздың сұрақтарына жауап беріп отырамыз. Кол орталығымыз бар, және де өңір-өңірлерде өздеріміздің филиалдарымыз бар. Сонда біздің мамандар үнемі қызмет атқарып отырады. Кол орталығымыз 14-18 әрдайым жауап беруге дайынбыз. Құрметті көрермен, құрметті тыңдарман, бұл зейнетақы навигаторы бағдарламасы болды. Бүгін бізде қонақта тағы бір естеріңізге сала кетейін. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының басқарушы директоры, Астана қаласы филиалының директоры Мұрат Тұрсынұлы Шәріпов мырза. Рахмет, Мұрат. Сау болыңыздар.
Әр бейсенбі таңғы сағат 8:20-да Бизнес FM радиосында Зейнетақы навигаторы бағдарламасын тыңдаңыздар. Сондай-ақ Бизнес FM және бірыңғай жинақтаушы Зейнетақы қорының YouTube арналарынан тамашалаңыздар. Жүздескенше.